Саламатсыздарбы окуучулар? Бүгүн математика сабагына биздин өтөтүн такырыбыбыз үч таңбалуу сандарды бир таңбалуу сандарга жазбаша көбөйтүү және бөлүү. Биз бул такырыптар менен бурун да таанысканбыз, эстериңизде болсо. Ол жерде бир таңбалуу сандарга бөлүп, көбөйтүп көргөнбүз, Бурундан тааныш такырып болгондуктан биринчи видео тамашалап алайык, кийинен эсеп чыгарууду жалгастыратын болобуз. Мукуят экранга назар аударыңыздар. Жакшы. Улай болсо, эсептерди ары карай чыгарып, мукуят тапшырмалар орундайбыз. Биринчи жаттоого назар аударабыз. Бул жерде эсепте, яғни 824 санын сиздер 8-ге, 327 санын 3-ге, 654 санын 6-га, 816 санын 8-ге бөлүүңүз кажет. Сиздерге 3 мүнөт убакыт берилет. Мукуят эсептерди жазып ала отуруп, даптерге орундайбыз. Орундаган эсептериңизди мага WhatsApp желиси аркылуу жиберүүлөрүңүз суралады. Жакшы. Биринчи жаттыгуу орундалган болсо, экинчи жаттоого назар аударабыз. Мукуят тыңдайбыз. Жакшы. Кайталап тыңдайбыз. Эсептин шарты боюнча, яғни бул жерде 321 санын биз 3-ке бөлүүбүз кажет. Бул эсепти мукуят орундауга 2 мүнөт убакыттарыңыз бар. Жакшы. Эсепти текшеребиз. 321 гүлдү бөлөбүз 3-ке. Жабабы менде 107-ге тең. Яғни 107
Бүл әр шокта 107 бүлден жинақталып тұр. Тексереміз. Яғни менің есебім дұрыс орындалды. 321-ді 3-ке бөлгенде 107 шығуы қажет. Үшінші жаттығуға назар аударамыз. Яғни 214-ті 2-ге бөлеміз, 204-ті 2-ге бөлеміз. Сіздерге тапсырманы жазып алып, мұқият орындауға 3 минут уақыт беріледі. Жақсы, мен сіздерге бірінші есепті үлгі ретінде орындап көрсетейін. Сіздер экранда көрсетілген есептерді мұқият жазып алыңыздар да дәптерге орындаңыздар. Мен 214 санын 2-ге бөлген кезде менде 107 саны пайда болды. 204-ті 2-ге бөлген кезде менде 102 шығады. Яғни менде 107 саны артық. Экранда көрсетілген есептер толығымен жазылып алынған болса, мен 4-ші жаттығуға ауысамын. Яғни, бұл жерде сіздерге 3 таңбалы сандарды 1 таңбалы сандарға бөлуге, көбейтуге берілген есептер. Бұл есептерді мұқият орындай келе, сіздер маған WhatsApp желісі арқылы бүгінгі шығарылған 4 есептің де суретін, фотосуретін жіберіңіздер. Мен сіздерге тексеріп, кері байланыс беретін боламын. Мұқият әрі дұрыс орындайды деген сенімдемін. Олай болса, бүгінгі сабағымызды аяқтай келе, сіздерге үйге тапсырма, оқулықтарыңызды қолдарыңызға ала отырып, сол жерде берілген 5-6 есепті 9 беттегі есептерді мұқият орындап шығаруларыңызды сұраймын. Егер түсінбеген жағдайда маған хабарласып, сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.